Құрметті отандастар, сіздер Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің атынан 25 қазан республика күнімен құттықтаймыз. Бұл күн еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуының бастауы. Салтанатты мереке күні сіздерге мықты денсаулық, амандық, ашық аспан, бейбітшілік өмір, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Еліміздің көк туы әрқашан биіктен желбіреп, бейбітшілік пен бірліктің нышаны болып қала берсін. Жақсылар жанын қиды қасіретпен, алаштың ерлері бар асыл өткен. Арманым болмас еді туған елім, гүл жайнап қазақ болып тасып өтсем. Егемен елім десем сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенімділік. Ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймын, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Дорогие казахстанцы, от имени Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области поздравляю вас с главным государственным праздником Днем Республики Казахстан. Этот знаменательный день воплощает в себя нашу независимость, единство, стремление к светлому будущему. Республика Казахстан – это плод труда, мудрости, сплоченности нашего народа, символ мира, стабильности и взаимного уважения. Желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, процветания и уверенности в будущем. Алдымызда келе жатқан мерекеміз құтты болсын, Қазақстан Республика күні. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді біздің елімізді қазір мақтанып айта аламыз. Қаншама елдер танып жатыр, біліп жатыр. Аман болайық. Мерекеден мерекеге жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бейбіт күніміз көп болсын. Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті челленджді Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментіне жолдайды.